Қабір үстіндегі зұлмат. 2 бөлім. Елхан. Баяғыда данышпан Маркс айтыпты дейді. Европаны бір елес кезіп жүр деп. Сондақсы коммунизм елес екен. Кеңес үкіметі данышпан айтқан елесті 70 жыл қуып, ақыры өзі де елеске айналып келмеске кетті. Елес дейді, Елхан қария осы бір сөзді іштей қайталап. Ессіз елеске ерген төңкерісшілер бұл халыққа не істемеді. Николай патшаның отбасын бала шағасымен қосып бір түнде қырып тастаған Қандықол жендет Голошокин деген көп ұзамай Қазақстанға құбыжық елес болып келді. Үлкен мұрттың өзінен Қазақстанды емін-еркін билеп, төтенше шаралар жүргізуге пәрмен алып келген Голошокин елес Қазақстанға кіші қазан төңкерісін жасайтынын айтып, сақар төкті. Ұзамай-ақ ол әуелі байларды тәркіледі, жер аударды. Кешікпей ауылды кеңестендіру, мойын серік, артель ұжымдастыру деген зәндем пиғылын бастады. Мұнысы оқ шығармай-ақ, соғыс ашпай-ақ, бүтін бір халықты үнсіз қырудың зымиян жоспар еді. Кәрі тарих мұндай жауыздықты бұрын соңды көрмеген болар. Соғысып шайқаста өлген адамда арман не? Себебі ол адамдық келбетін жоймай, ерлікпен, жастығын жастана өледі. Ал халықты аштан қыру, адам баласын қорлап өлтірудің шектен шыққан жауыздық сықпыты. Аштыққа ұрынған адам ақыл санасынан адасып, адам бейнесінен кісілік келбетінен кетіп, жан төзгісіз жағдайға жетеді екен. Кеңес үкіметі мен коммунистік партия қазақ халқына қарсы осындай жан түршігерлік қылмысқа барды. Бұл тұтас ұлтқа жасалған жауыздық геноцид дейді. Елхан қария денесі түршіге толғанып, бала жүрегіне қатқан сол бір зарлы қасіретті ойласа, жаны жылап, ой санасы күңіреніп жүре береді. Бірақ жүрегіне батқан зар мұңын кімге айтар, кім тыңдар мұны? Соны ойлаған ол, жүрегіндегі бар арзуын Алла тағалаға арнап, ей жаратқан, медет берші маған деп күңіренеді. Елхан ол кезде жас еді. Сәби жүрегін аяусыз осқылаған сол бір қасіретті жылдар сірә естен кетер ме? Ұмытылар ма? Алапат аштықтан жан сауғалап босыған жұрт қынадай қырылды. Қаршада Елхан соны көрді. Ең сорақысы, қазақ даласында өлім ойнағы жүріп жатқанда, елді индустрияландырамыз деп, одақтың түкпір-түкпірінен ондаған, жүздеген, мыңдаған жұмыс күші Қазақстанға төгілді. Жаңа ашылған балқаш өндірісіне миллиондаған қаржы бөлініп, одақтың қиыр-қиырынан жұмыс орнын игермекке тоқтаусыз адамдар ағылды. Бірақ тас керең заман аштықтың аранына түсіп, шырқырап жатқан қазақ баласының даусын естігісі келмеді. Естімеді. Ол кезде Елхан оны түсінетін жағдайда еместі. Жетім жесір, бала шаға, босыған жұрт бір үзім нанға зар еді. Елхан бала соны көрді. Аштықтан жан сауғалаған ауыл қазақтары көлге жетсек, балық жесек те өлмеспіз деп шұбырып, жол жөнекей ашық аспан астында аштан кебінсіз, көмусіз қалды. Көлден балық аулап жейміз деген қыр қазағы су жағасында жайрап жатты. Қаршада Елхан соны көрді. Ақ сөңке болған адам сүйегі, адам рухы бертінге дейін күңіреніп тұрды. О жаратқан ием, ұлы құдірет, сен неге көрмедің деп, Елхан қария жүрегіндегі аза жырын осылай шертеді. Жанарына жас тұнып, өткен күндердің ауыр елесі көз алдынан сырғиды. Жалғасы келесі бөлімде.